Құрметті білім алушылар, бүгінгі бейне дәріс сабағымыздың тақырыбы ер есімі ел есінде. Сабақтың мақсаты ұмытылған қаһармандардың есімдерін дәріптеп, олардың ерліктерін кеңінен насихаттау, сол арқылы өскелең ұрпақты отансүйгіштікке баулу. Белгілі қоғам қайраткері Берік Әбдіғалиұлы ұмытылған қаһармандар атты жаңа кітап шығарды. Бұл еңбекке Ұлы Отан соғысында ерлігімен көзге түсіп, жоғары наградаларға ұсынылғанымен түрлі себептерге байланысты тиісті марапатына қол жеткізе алмаған батырлар туралы мәліметтер жинақталған. Ұмытылған қаһармандар атты жаңа еңбекке Кеңес одағының батыр атағына ұсынылған 133 майдангер туралы мәліметтер енгізілген. Олардың көпшілігі жаяу әскер еді. Сондай-ақ 14 пулеметші, 8 сапер, 5 танкист, 4 танкіге қарсы өздігінен жүретін атқыш, 5 снайпер, 4 санитар, 3 байланысшы, 2 кавалерист, 3 десантшы, 1 әуе десанты, 1 ұшқыш, 1 инженерлік әскер қызметкері болды. Ұлты бойынша 118 қазақ, 6 орыс, 3 өзбек, 3 татар, 2 ұйғыр, 1 тәжік. Бұлар біздің мақтанышымыз. Бұл оларға қажеті жоқ. Бірақ бұл бізге және біздің ұрпақтарымызға қажет. Батыр атағына 2 рет ұсынылған капитан Сағадат Нұрмағамбетов пен Сейітхан Темірбаев алтын жұлдызға ақырында ие болды. Ал қалғандарына ол атақ 2 ретінде де берілмеді. Бұл саперлар қатардағы жауынгер Құдайберген Жансеріков пен аға сержант Мұнайқұл Сағындықов, рота командирі лейтенант Қабыш Құқтаев және 248 фашисті жойған снайпер аға сержант Зейтін Байжанов, сондай-ақ майор Гутов пен лейтенант Гутовский. Шығыс Қазақстан облысының Зиран қаласынан майор Александр Несмияновты 3 рет Кеңес одағының батыр атағына ұсынған екен, бірақ барлық 3 өтініште қабылданбады. Мұхаммеди Мадияров әскерге 1942 жылы шақырылған екен. Соғыста ол 47-ші гвардиялық атқыштар полкіне қарасты атқыштар ротасының взвод командирі болған. 1945 жылы Қышанов ауылындағы жаудың бекініс шабуылдаған ең бірінші Мұхаммеди Мадияровтың взводы еді. Гвардия сержанты жаяу әскердің алдына түсіп, жау бункеріне жер бауырлап барған. Оларды қоршап алып, 3 бірдей блокты және гарнизонды жойып жіберді. Ұлы Отан соғысында көзге түскен сарбаздар ғана емес, танкішілер де бар. Олар ерекше көзге түсті. Әсіресе жоғары сыныпты танкіші Жұмаш Рахметті атауға болады. Қызыл әскерлік Балмұқан Мержанов отан алдындағы борышын абыроймен өтеді деуге болады. 1918 жылы туған ол Ұлы Отан соғысына 23 жасында аттанған. Әскерде 174 атқыштар дивизиясы, 628 атқыштар полкының 220-шы атқыштар батальонында пулеметші болған. Қазіргі таңда Ұлы Отан соғысы туралы түрлі пікірлер айтылып жүр. Бірақ біз сол кезде аталарымыз бен әкелеріміз, әжелеріміз бен аналарымыз батырлық пен батылдықтың, қайрат пен қажырлықтың, сабыр мен төзімнің жарқын үлгісін көрсеткенін кеңінен насихаттауымыз керек. Олар бастарына түскен ауыр жағдайға қарамастан, адами қасиеттері мен өмірлік ұстанымдарынан айнымай, отан үшін отқа түсуден тартынған жоқ. Елімізде соғыста ерен ерлік көрсетсе де, лайықты марапатын ала алмаған батырларымыз тізімдегіден әлде қайда көп. Біздің әр батырымыз есте сақтауға, құрмет көрсетуге лайық. Олардың есімдері ешқашан ұмытылып кетпеуі керек. Себебі олардың әрқайсысы нағыз қаһармандар. Ұрпақ үшін белшесінен қан кешкен, отан үшін талай ерлер мерт еткен. Болмасыншы қан соғыс, соғыс дезе жүрегіміз